Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қарапайым және қолжетімді заттардан дайындалатын, өте нәзік, жұмсақ болып шығатын вафлидің рецептісін ұсынатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 3 жұмыртқамызды жарып, оның үстінен қант және сүтті қосып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Үстінен ерітілген сары майымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Онда міндетті түрде електен өткізіп қосамыз. Алдымен осылайша бірінші жартысын қосып, оның үстіне 1 шай қасық разрыхлитель қосып аламыз да, қалған жартысын қосып, венчиктің көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша, ешқандай түйіршіктері қалмайтындай араластырып аламыз. Міне бізде осындай әдемі нәзік болатын масса шығады. Енді вафельницамызды жақсылап қыздырып, егер сіздер май жағу керек болса, май жағып жіберіңіздер астына. Осылайша 1-1,5 қасықтан салдым. Егерде 4 пұшты болып шыққан қаласаңыздар, 2 қасықтан салып, бетін жауып, өзі вафельницаның уақыты бар. 2-3 минут сол біткенше пісіріп аламыз. Осылайша кішкене жабысуы мүмкін, бірақ та көріп тұрғандарыңыздай оңай алынады, қолдың көмегімен де алсаңыз болады. Бетіне сахарный пудра, шоколад немесе медпен, кез келген жидектермен сәндеп, отбасыларыңызға ұсынсаңыздар болады. Дәмі өте әдемі болып шығады. Завтракке де, обедке де жасап берсеңіздер болады. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Сіздермен болған Арайлым.